Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Анна ютубер арна. Біз бүгіннен бастап 46-шы уровеньнен бастап өтетін боламыз. 46-дан 60-шы уровеньге дейін. Давай кеттік онда. Так, міне без рекламалы ойындарды ойнайтын боламыз. Давайте, мен бірінші 46-шы уровеньнен бастап өтіп бара жаттым. Соның өзінде 46-шы уровень маған өте оңай болды. И сосын барып, қысқасын айтқанда мен 46-шы уровеньдарды өтіп жаттым. 46-шы уровеньді өткеннен кейін алдымнан 47-ші уровеньді шыға келді. 47-ші уровень алдынан шыға келгеннің себебі мен 47-ші уровеньді қатты өте алатынды біліп өтіп кеттім. Өтпес бұрын мен 47-ші уровеньді бір көріп бастап жаттым. 47-ші уровеньға мен өтіп келе жаттым. Өтейін десем мына жынды бәле шыға береді алдымнан. Қайта алдынан шыға береді, одан кейін мен уже өмір сүргім келмеп еді осы ойынның ішінде. Өмір сүргім келмеп еді дегенде өткім келмеп еді. Алдағы кезде менде уровеньдер барған сайын қиындап өтеді. Адамдарды қинап осы уровеньнің өзі де бастап жібереді. В общем, достар, мен 48-ші уровеньға да келіп жеттім. Сосын барып, мен 48-ші уровеньға өтейін десем, мына бәлелер қайта шыға беретіні көп еді. Бұндай бәлелердің шығатыны тоқтаусыздан шыға береді. Олар қайта шыға береді әйтеуір бір бәле әйтеуір. Сосын 48-ші уровеньді өтейін десем, мына жерден қатты секіріп өте шықтым. Маған тиме өте шықтым. Неге дейсіз бе, мен бұрын бұл уровеньді ешқашан ойнай алмайтынмын. Бірақ бұл уровеньді қазір кішкене болсын мен жеңіп кете аламын. 48-де негізі қиын уровень емес. В общем, достар, 48 қиын уровень болған жоқ. Мен тоққа тиюге сәл қалғанда, бірақ тикеткенім жоқпын. Тикетпей өтіп кеткенім қалай болды, достар. В общем, мына бәлелер ешқашан бітпейтін бәлелердің бірі болды. В общем, 46-дан мен... осы чисто 46-шы уровень мен аяқтаймын. Мына бәле мені қайта құпымды кетіп ұстады. В общем, мына 46-дан 60-қа дейін ғана ойнаймын. 60-шы уровеньға дейін уже менің бәленбей минутым өтіп кетеді. Қанша минутта екен білмеймін, әйтеуір көп минут болады. Біраз кішкене болады. Мынандайдың кесірінен құлап кетуге дейін барады. Бұл темірлер өз бетімен тұрған темірлердің бірі болып саналды, достар. В общем, достар, сөйтіп жүріп мен бұл темірді әлі тұрып жұлдызды алып алам деп шештімді. Екінші темірге де бара жөнелдім. Бара жөнелген себебім бұл темір өте маған керекті темір. Және де, достар, мен сөйтіп жердің астына құладым, молодец. Сөйтіп мұны тоқ соқтырып, одан кейін өзім мұна тоқты алып алдым да қосып алдым. Молодец. Енді өйстіп жүріп 49-дан кейін 50-ші уровеньға келдім. 50-ші уровень мені кішкене қинайды. Себебі бұл тоқтар өте көп болды. Енді тоқтың кесірінен мен өліп қалуға дейін барады. Ал енді керек болса 51-ші уровеньға келіпті жеттім. Келіп жетпес бұрын мына жынды мені өлтіп тастауға да болады. Бұл өйткені неге тоқ болып кеткенін өзімде түсінбеген себебім бұл тоқ қайдан келгенін вообще ұқпадым үшін бұл тоқтарды. Одан кейін мені өлтіріп тастауға болатын еді, бірақ бұл мені өлтіріп тастай алмады. Бұның өлтіріп тастауға да шамасы жетпей қалды ғой деймін. Вроде бе бұл тоқ жоғалып кетті. Мен бұны только что жаңа ғана жоғалып тастаған болатын. Өйстіп 1 минут тұрып ап, одан кейін қатты секірейін дегенде мыналар қосылып кете ме деп едім. Мен кіріп кеткеннен бірақ қосылып кетті. Енді көзіме көрініп тұрғы, мен кіріп кеткенде қосылып кеткенін. Ал енді 52-ші уровеньге де жетіп, 52-ні өтіп кетуге де бел будым. 52-ші уровень өтілгеннен кейін басқа уровеньдарды
күтіп тұр мені 53 деген топас уровень күтіп тұрғаны соншалықты 53 деген малды өткетуге тура келеді. Ал одан қалмаса мені өлтіріп кетті тоқ соқтырып. О, енді молодец. Жақсылап тұрып тоқ соқтырып өлтіріп тастады мені. О, неге тоқ екен білмеймін. Әйтеуір бұны мен уже 2 рет өлтіріп тастадым. Ал мына ай деген уровеньде неге мені тоқ? Барлық уровеньға кірсем тоқ деген жеткілікті болып тұр. Ал жердің астына өту үшін жердің астының видеосын сосын түсіретін шығармын. В общем, келесі видеода онда 75-ші уровеньға дейін өткетуге болады. Мен просто бүгін ғана чисто 46-дан 60-қа дейін өтемін деп шештім. Өде достар, мен өтірік айтпаймын. Мен өтем дедім, өтем. В общем, кейде өде берем, бірақ өте алмай қалады, өткім келмей қалады. В общем, достар, мен өйтіп жүріп, мен бір нәрсе қалып секіріп кеттім. Бір воздухпен ба бірдеңкемен секіріп кеттім. Себебі менде воздух бар ма бірдеңке бар айтыр. Мына 53 деген малды өткетуге тура келді маған. 53 деген малды өткету үшін видео арқылы мен 53 деген малды өткетемін. Ал бұл мал мені қазір өлтіреді. 53 деген мал прикол ұстап жүріп мені жерге құлатады. Қазір. Ал енді бұл малдың кесірінен енді 53 деген мал мені прикол ұстап жүріп лақтыра салды жердің астына. Бұл енді өте күрделі жағдай болып кетті достар. В общем, достар, мына тупой 53-тің кесірінен кешке дейін отыратын сияқты болып тұрмын. Әйтеуір мені уже бір емес 3-4 рет құлатып тастады міне. Енді келіп бұл видеода сөйлеуге мұрша бермей жатқаны соншалықты достар. Өстіп мен қайта секіре бердім. Сөйтіп мен өстіп тұра бердім, әрең болсын кіріп кеттім. Бірнеше рет болсын өстіп міне 53-ші уровеньға кіріп, 54-ші уровеньға да келіп жеттім. 53-ті қиын болса да өтіп кеттім. Өйткені мен видеосын ғана өстіп өткетуге тура келді. Бұндай видео қайталана береді. Бірақ достар, егерде лайкты басып, подписаться етсеңіздер, онда менің видеома пікір қалдырып кетіп, колокольчик басып кетіңіздер. Қайта басып отырыңыздар. Бұл видео арқылы достар, мен монтажда үйінде ойладым, монтаждағанда күшті болатын еді. 54-ші уровеньде өткетіп, енді ең оңай уровеньға өтіп кетуге болады. Бұл видеоның сілтемесі описаниеда. Егерде бұл видео популярны болу үшін маған көптеген подписчиктер жинау керек. Ой, неме, подписчиктер деппін ғана. В общем, монтаждау керек. В общем, солай достар. 55-ші уровеньға да келіп жетіп, мен 55-ші уровеньде өтіп кеттім. 55-ші уровеньде өтіп кеткен себебім мен қазір бұл уровеньде бақынса өтемін деп уәде беріп едім. Қазір біраздан кейін басқа видеоларда түсірем деп уәде бердім. В общем, кеттік. Сосын барып мен 55-ші уровеньде 1-5 минут үстінде тұрдым. Сөйтіп мені қатты ұшырып, үстіге қарай шығарды. Сосын барып бүйтіп айландырып, сөйтіп мен 56-шы уровеньға да келіп жетемін. 56-шы минут өттім ғой, 56-шы уровеньға да келіп жетіп, сөйтіп менің видеом аяқталып деп уәде берген едім. Сөйтіп 56-шы уровеньға да келіп жеттім. 56-шы уровеньға да келіп жетіп, мен осы видеоны сөйтіп 60-шы уровеньнен дейін аяқтаймын. Егерде достар, бұл видео сіздерге қатты ұнатпаған болса, онда сіздер қатты лайк басып, подписаться, колокольчик басып кетіңіздер. Қаншама видеомызды 40 адам қарап жатыр. Бірақ лайкты азырақ басады. Жарайды, естен кетпейді. 200 бәленбай лайкым бар. Ойбай, сәлік қалмағанда менің өліп қалушы едім.
бірақ бұл енді кішкене қинап жіберді. Мен сөйтіп 27-ші уровеньді басынан бастап ойнауға шештім. Өйткені мен бір жерден бір жұлдызды ұмытып кеткенім рас. Міне енді бір жұлдызды алып алдым да, өйтіп жүріп мен 57-ші уровеньға да келіп жеттім. 57-ші уровеньға келген себебім, бұл уровень басында маған өте қиын болған, бірақ мен бұл уровеньді өте алмай әрең өтіп кеткенім. Ең бас кезінде бұл уровеньді ешқашан өте алмаған рас. Бұл уровеньді ешқашан өте алмаған себебім солай болды. В общем, 58-ші уровеньға да келіп жеттік. 58-ші уровеньға келген себебі мына жынды мені тоқ соқтырып өлтіріп тастады. Ал енді бұл топастың кесірінен мен тоқ соғып өле бергім келмеді. Сосын барып мына бір жынды өлтіріп тастап, мына себебі мына жындылар мені қайта өлтіре бергені соншалықты болмады. Ал енді мына жынды мені өлтіріп болғаннан кейін, мына жынды мені ешқашан өлтірмағаннан кейін мен видеомды жалғастыра бердім. Сөйтіп видеоны жалғастыра беріп мен өстіп қатты айналып кеттім. В общем, видео басталмастан бұрын лайкты басып, подписываться етіп, колокольчик басып кетіңіздер. В общем, достар, сіздерге бұл видео қатты ұнаған болса, онда пікір қалдырып, комментарийға жазып кетіңіздер. Көптеген комментарийға жазып кетіңіздер. Телефон қақ кеттім ғой. В общем, достар, ол инағы да солай болады, телефон қақ кету деген. Ана төртбұрыштыға мен тимей қалдым. Оны тоқпен қоршап алған біріншіден. Ойбай, мен құлап кеттім, достар. Мына төртбұрыштыны қоршап алған. Қазір. Міне кеттім. В общем, осымен 59-ші уровеньға да келіп жеттік. Анаған сәлік қалмағанда мен тиіп кетуші едім, бірақ тиіп кеткен жоқпын. Ең оны 59-ші уровеньді өту кішкене қиындау болды. Өйткені видеоның артында мен сөйлеп отырмын. Мен сөйлеп отқаннан кейін уровеньді өту деген қиындау болады адамға. Конечно, адам сөйлеп отып уровеньді өте алмайтын расында. Енді мен босқа да келіп жеттім. Міне енді кіріп босты жеңіп кеттім. Жеңіп кеткен дегенде мен жеңіп кеткен жоқпын. Просто мен видео арқылы жай сөйлесем. Мына бостың бір қыпысын жұлып алған себебім маған бұл қыпы. В общем, прикол ғой, достар, ұнады дегенде. Прикол айтқаным соншалықты. Қазір мен осы видеоны аяғына дейін аяқтап тастаймын. Сәлек қалды. Құры көзіме көрінбей. В общем, достар, осымен видеоны аяқтаймыз ба, әлде до конца түсіріп. Жарайды оны, достар, до конца түсіріп. Мені қоршап алды екі лазер. Неге екенін білмеймін, екі лазер мені қатты қоршап алды. Әйтеуір қоршап алған себебім оларға молодец деп айттым. Сосын молодец деп айттымды өйтіп айналып жүре бердім. Кәдімгідей айтқан жоқпын, достар, молодец деп. Просто молодец деген сияқты қылып қарап тұра бердім. Бұлар мені не үшін қоршағанын өзім де түсіндірдім. Ал енді ана жынды келеді мені өлтіріп кетеді. Бұрын қатты секіріп түседі, ары бері тың. Бірақ бұл кішкене болсын уже дамыған болып кетті. Айбай өлген жерім болса. Не керек болса. Тупой неме. Тоқта. Сөйтіп жүріп мені бұл өлтіріп тастамақшы болды. Одан қалмаса мен бұл жындыдан қашып құтылға дейін барайын десем, оған мені өлтіріп тастады. Одан кейін бұл уровень маған барған сайын қиындап кетті. Мен бұның бір қыпысын жұлып алдым. Екі қыпы қалған кезде мен өліп қалға сәлі қалды деп ойладым да, мен бұдан өліп қалмайын деп тырыстым. Сөйтіп жүріп бұл мені
өлтүрүп тастайын деп ойлаган очкиге сапсары болду ғой деп ойлоп турганда очкиге калай кыпкызыл болуп кеткенин өзүм да түшүнбөй калдым. Bunun очкиге неге кызыл болуп кеткенин билбейм. Әйтеуір достар, сөйтіп жүріп, bunun очкиге әйтеуір кызыл болуп кетти. Осымен историяны көріп алып, менің видеом аяқталады. Достар, сіздерге видео ұнап тұрса, онда лайкты басып, подписывайтесь, қалқан шықпас кетіңіздер. Осымен менің видеоны аяқтаймын. Сау болыңыздар, достар.